Жолбарыс аулаушы Мантық. Сырдариядағы аңшылық жайлы естеліктерден. Авторы Верный азаматы деп қол қойған. Мантықтың келесі ерлігі бұрынғыдан да қауіпті еді. Бұл жолғы ерлігі осы тамаша аңшының бойындағы ерлік рухының ерекше жоғары екенін көрсетеді. Мантыққа біреулерден хабар түседі. Арықбалық шатқалының маңайында бір жолбарыс пайда болып, сол жерде көшіп жүрген қазақтарды қорқынышта ұстап жүр екен. Ол тек қазақтардың малын ғана емес, қазақтардың өздеріне де қауіпті екен. Сондай күннің бірінде Сырдарияға аусылған біреудің ауынан балық ұрлап жатқан қазаққа артынан жасырынып келеді. Ұрлықшы балықты аудан алумен әлек болып, артынан жолбарыстың қалай келіп қалған аңдамай қалады. Сөйтіп бір жыртқышты екінші жыртқыш ұстап, қамыстың арасына сүйреп алып кетеді. Бейшараның сүйегін келесі күні ғана тауыпты. Келесі күні екі қазақ қалың қамыстың арасындағы жолмен бір атқа мінгесіп келе жатады. Сол кезде қамыстың арасынан шыққан жолбарыс олықтай атылып, артындағы қазақты ат үстінен жұлып алып қашады. Алдындағысы аман қалғанына Аллаға алғыс айтып қашып кетеді. Қазақтар қым-қуыт дүрлікке түсті. Үйлерінен жалғыз өздері екі қадым шыға алмады. Жолбарыс бүкіл аймақты қамауда ұстап тұрды. Жолбарыстың бұл бейбастағы Мантыққа оқ-дәріге ұшқын тигендей әсер етті. Отырған жері жанып жатқандай. Дереу бір қазақты жолбарысты іздеуге қасына көмекке үгіттеп алды. Олар бірінші күні жолбарысты кездестіре алмады. Тіпті жаңа ізде кездеспеді. Келесі күні жыртқыштың ізіне түсіп, тездетіп ізбен жүріп отырады. Қамыс бірте-бірте қалыңдай беріп, аңшыларға жүруде қиын. Қар үстін ізін табуда қиындай береді. Бір таңғалатын жерің, осындай қалың қамыста адам әрең қиналыспен жүретін жерде жолбарыс сенің алдыңда 5-6 сажын жерде жүріп отырады. Бір қамыстың тырс еткен немесе аяғымен басып сындырғаны білінбейді. Құлақ түріп тыңдаудан түк пайда жоқ. Жолбарыс қасыңыздан өтеді. Оны естімейсіз. Тек көзіңізбен қамыстың қараңғылығынан қар үстінен ізін байқайсыз. Қамыс қалың болғандықтан көбінесе ізі айқын болмайды. Ақыр соңында аңшыларға жақында ғана жүріп кеткен жолбарыстың жүргенін байқататын белгілер көбейді. Іздер аңның жаңа ғана жүріп кеткенін көрсете бастады. Міне, енді із айналып жүре бастады. Бұл жолбарыстың аңшыларды аңғарып қойғандығын көрсетеді. Жолбарыстың бір әдеті бар. Егер оның соңына түссең, ол өзін қуып келе жатқандардың артына түсіп, оларға арқасынан шабуыл жасайды. Ал қабандарды аулауға жолбарыс басқа тактиканы қолданады. Оларды жолбарыстың қалай аулайтыны тіпті қызық. Қабан мен жолбарыстың ашық алаңда айқасқанын бір рет көргенім бар. Ол жөндегі әңгімені кейін айтып беремін. Жолбарыстың өздерінің ізіне түскенін байқаған, тіпті іздерін үстіне басып өткенін көрген Мантық тоқтап келе жатқан жағынан артқа бұрылды. Көрдің бе деп сыбырлады Мантық жолдасына, іздерінің үстін басқан жолбарыстың ізін көрсетіп. Жолбарыс айлакер, оны алдап түсіру керек. Сен әрі қарай ізбен жүре бер, ал мен отырып осы жерде жолбарысты күтемін. Мылтықтың дауысын естіген сәтте маған жүгір. Мантық қателеспепті. Қазақтың 20 сажында жүрген сол екен, еш дыбыссыз жолбарыс пайда болды. Мантықты көріп, тоқтап басын көтерді. Құйрығын екі жаққа бұлғақтата бастады. Екі көзі арбитасынан шығарды. Оның осылай отырған бейнесі ерекше керемет сұлу болар ма еді? Әттең, құдіретті қорқынышты айбаттылығы болмаса. Бір минуттан кейін мысық сияқты құрбанына шабатындай жерге жата кетті. Оның осы қорқынышты кезі онша батыл емес аңшыны толқытып дір еткізуі мүмкін. Мұндай кезде селк етпеу үшін ерекше жігерлі рух қажет. Өлім мен өмір үшін күрескендерді төрт аршын ғана бөліп тұрды. Жолбарыс сәл ғана қозғалыс жасады. Осы тағдырлы сәтте Мантық екі шүріппені бір мезгілде басты. Жолбарыс басымен аударылып құлады. Ыр етуге шамасы болған жоқ. Қарды алқызыл қан басты. Мантықтың қазақ жолдасы жүгіріп келген кезде бәрі біткен еді. Жолбарыстың жансыз денесі жерде қимылсыз жатты. Жолбарыстың маңдайына тиген оқтардың арасы мылтықтың екі аузындай аралықта қатар тиіпті. Мантықтың қолы селт еткен жоқ.